Сәлем достар, сендермен бірге қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз өте қызықты ал ең бастысы пайдалы кеңестерге толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, олар баяғыда ежелде пайда болған, тіпті ақшаның пайда болған кезінде бірге пайда болды. Олар арқылы біз жалақымызды аламыз, салымдар жасаймыз, аударымдар жасаймыз. Мен қазір қандай ұйымдар туралы айтып тұрмын? Айтыңдаршы? Банк. Дұрыс айтасыңдар, ол банктер. Қанатты сөз бар. Банк бұл экономиканың қан айналым жүйесі деген сөз бар. Жалпы банктік жүйенің арқасында ақша жеке адамның, мемлекеттің, тіпті бүкіл әлемнің экономикасын құнарландырады. Достар, айтыңдаршы, ал ақша айналымын не реттейді? Банк. Дұрыс айтасыңдар. Банктар негізінен көп болады. Олардың әрқайсының функциялары, яғни атқаратын қызметтері әртүрлі. Осы жерде мысал ретінде банктардың түр-түрі көрсетілген. Қараңдар балалар, осындай түрлі банктер болады. Осы банктердің кейбірі мамандырылған болса, кейбіреулері әмбебап болады. Банктер бір-бірімен, клиенттермен қарым-қатынаста өзара бөлек бола ала ма? Я болмаса оларға бір үстінен қарап тұратын, қадағалайтын, басқаратын тағы да бір ұйым керек пе? Мен керек деп ойлаймын. Керек деп ойлайсыңдар ма? Ал жалпы осы банктердің арасындағы ең үлкені, ең маңыздысы қандай банк? Ұлттық банк. Өте дұрыс айтасыңдар. Ұлттық банк ол бізде мамандырылған банк. Ал қалған банктар бізде әмбебап. Ал енді балалар, тақтаға қараңдар. Біз ұлттық банкты бас банк ретінде жоғарыға қояйық. Яғни ұлттық банк бізде бірінші деңгейдегі банк. Ал қалған банктарды біз төмен орналастырамыз. Сонымен, егер бізде ұлттық банк бірінші деңгейлі банк болса, ойланыңдар, қалған банктеріміз Екінші деңгейлі банк деп аталады. Өте дұрыс. Дүниеде екі деңгейлі банк жүйесінің бар екенін анықтадық. Дұрыс қой? Иә. Жалпы біздің Қазақстанда да тура осындай екі деңгейлік банк жүйесі орын алған. Банктік жүйені білу және де ол қалай жұмыс істейтінін білу өте маңызды және де қаржылық сауаттылықтың негізі болып табылады. Дәл осыны бүгін біз сендермен бірге үйренеміз. Бір деңгейлі банк жүйесі экономикасы дамымаған елдерге тән. Яғни осы жүйеге кіретін елдегі барлық банктер ұқсас функцияларды атқарады. Заманауи екі деңгейлі банктік жүйе сонау 17-ші ғасырда Англияда ойлап табылған. Осы жүйеге сәйкес екінші деңгейдегі коммерциялық банктер мамандырылған. Олар қаржы нарығының түрлі салаларында жұмыс атқарады. Екі деңгейлі жүйе олардың өзара әрекеттесулеріне көмектеседі. Өйткені олардың жұмысы бірінші деңгейдегі банкпен қадағаланады. Оған қоса бірінші деңгейдегі банк елдің қаржы несиелік жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ақша эмиссиясын жасайды. Қаржы қызметтері тұтынушылардың мүдделерін қорғайды. Тарихта тұңғыш мемлекеттік банк болған, ол 1584 жылы ашылған Венециялық Банко де ла Пьяз де Риальто. Ал 1694 жылы қағаз ақшаның шығарылуына жауап беретін қазіргі түсініктегі тұңғыш эмиссиялық банк құрылды. Ол Англия банкі. Қараңдар, балақайлар, егер біздің жүрек өзі арқылы қанды өткеріп, жасушаларға оттегін жеткізсе, банктер де халықтан қаржыны жинап, және де тура сол қаржыны басқа адамдарға, немесе ұйымдарға, кәсіпорындарға белгілі бір пайызбен оны береді. Белгілі бір уақытқа. Яғни басқа сөзбен айтқанда, қарызға береді. Солай ғой? Иә. Сондықтан, достар, біз банктерді қаржылай делдалдар деп атаймыз. Орта ғасырлық Еуропада темір ақшаның бір тұтас жүйесі болмаған. Сауда әртүрлі мемлекеттердің, қалалардың, тіпті жеке тұлғалардың монеталарымен жүзеге асырылған.
Барлық темір ақшалардың салмағы, формасы мен өзіндік құны әртүрлі болған. Айырбаспен ақша айырбастайтын адамдар іске асырған. Олар өздерінің айырбастау үстел сәкілерін сауданың қызып жатқан жерлеріне қоятын. Сондықтан банк сөзі ақша айырбастайтын адамның үстелі деген мағынаны білдіретін итальяндық банко сөзінен шыққан. Қаржылай сауаттылық дегеніміз бұл ақшаға байланысты жасалған әр қадамыңа деген жауапкершілік. Көмекшілерім, бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі банктер қызметі туралы біз келесі сабақтарымызда талқылайтын боламыз. Ал әзірше банкте не істеуге болады деген сұраққа жауап берейік. Осы сұраққа жауап беру үшін бізге интерактивті тақтамыз көмекке келеді. Сонымен біз қазір не істейміз? Ойын ойнаймыз. Дұрыс. Сол жақ бетте банктердің қызметтер жазылған. Бірақ байқасаңдар, сөйлемнің ортасында бір-бір сөзден қалған. Сендердің мақсаттарың дұрыс сөздерді сәйкес сөйлемге орналастыру. Бәрі түсінікті ғой? Иә. Сонымен бірінші бізге тақтаға шығатын кел Сайжан. Банкте ашып, онда ақша сақтауға болады. Депозит емес. Депозитті көрші. Балалар бағанадан бері депозит деп жатыр. Дұрыс па екен? Дұрыс, өте дұрыс. Көп рахмет, орныңа отыра қой. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Ерасыл. Банктен ақшаны ретінде алуға болады. Банктен ақшаны қарыз ретінде алуға болады. Тамаша. Алғырсың, орныңа отыра қой. Келесі бақытлы. Қолма-қол ақшасыз есептесу үшін банкте рәсімдеуге болады. Менің ойымша карточка. Карточка? Тексеріп көрейік. Бәрекелді, өте дұрыс. Кел, Ерас. Келе қой. Банкте сатып алуға немесе айырбастауға болады. Валюта. Тексереміз. Бәрекелді, өте дұрыс. Рахмет балалар, Мирасқа да көмектестіңдер. Және кім қалды бізге? Мен, Жұлдызай. Кел, Жұлдызай. Қаражатты инвестициялау үшін банкте сатып алуға болады. Бағалы металдар. Соны көрейікші. Көрейік. Өте дұрыс. Банкте бағалы металдар сатып алуға болады. Орныңа отыра қой. Бізде тағы да 3 тапсырма қалды. Оны мен сендердің көмегіңмен орындайын. Келіспе? Иә. Ал қара. Арнайы құнды заттарды сақтау үшін банкке сақтауға тапсыруға болады. Сейф ашық. Бәрің бір ауыздан айттыңдар, қане тексерейік. Тамаша, дұрыс. Әрі қарай кеттік. Банкте ақша жасауға болады. Мысалы, бір елден басқа елге. Аударым. Дұрыс, міне жақта аударым деген сөзіміз бар екен. Келемеген? Келеді. Өте дұрыс. Банкте түрлі бір нәрселерді төлеуге болады. Қызметтер. Көрейік. Бәрекелді. Дуғыл шапалақ, достар. Сонымен, достар, өздерің байқағандай, банктер біздің өміріміздің, қаржылай өміріміздің маңызды бір бөлігі. Солай емес пе? Иә. Сондықтан, достар, менің жекелеген банктың немесе бүкіл толық банктік жүйенің жұмыс істеу механизмін білу өте маңызды. Ал ақшаны жарат десе, бәріміз шеберміз, солай емес пе? Иә. Сол ақшаны еңбекпен тауып, оны ұлғайту және де көбейту бәріміздің қолымыздан келе бермейтін іс. Оны басқа мемлекеттердегідей
пән ретінде мектеп бағдарламасына кіргізу керек сияқты. Италияның солтүстігінде банктер фермерлерге ірімшіктің кепілдігімен несиелер береді. Банк пармезан шоғырбасын оның піскеніне дейін 2-3 жыл бойы арнайы сақтау орындарында сақтайды. Егер ірімшік даярлаушы пармезанның пісуіне дейін кредитті өтей алмаса, банк ірімшікті сатып, шығындарын өтейді. Достар, жауапкершілік, тәртіп және де жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты негіздері және де қағидалары. Дәл осыны біз сендерге қаржы мектебінде үйретеміз. Екі деңгейлі банк жүйесінің мағынасы мынада. Ұлттық банк бұл елдегі есеп айырысу сонымен қатар қаражат несиелік функцияларды қадағалайды. Екінші деңгейдегі банктердің жұмысын қадағалайды. Ал екінші деңгейлі банктар, олар тұрғындармен жұмыс істейді. Несие береді. Олардан ақша қабылдайды, салымдарды қабылдайды, аударымдарды қабылдайды және тағы сол сияқты. Осылайша екі деңгейлі жүйенің арқасында біздің елде банктың жұмыстары тиянақты. Әлемде саны және сенімділік бойынша ең танымал ел ол Швейцария. Бүгінгі таңда ол жерде шамамен 450 коммерциялық банктер белсенді түрде қызмет етуде. Олардың шоттарында ойға сыймас сома сақталуда – 57 триллион доллар. Достар, біздің қаржы мектебі сендердің ақша әлеміне дұрыс қадам жасауларыңа көмектеседі және де жолдарын көрсетеді. Ал достарым менің, көмекшілерім менің, бүгінгі қаржылық сабақтан сендер не ұқтыңдар? Соны тексерейік. Ал достар, біздің тақтада сол бұрынғы үйреншікті ойынымыз, бізде 4 ерекшелік болғандықтан капитан таңдаймыз. Өте дұрыс. Бақтылы, келе ғой Бақтылы. Ұлттық банк бірінші деңгейлі банк. Екінші. Ал, тексер. Орнына қой. Өте дұрыс. Тамаша. Әрі қарай. Бірінші деңгейлі банктер ұлттық валютаның шығарылуын жүзеге асырады. Үшіншісі тексеріп көрейік. Бәрекелді, өте дұрыс. Әрі қарай. Банктық жүйенің екі деңгейлі құрылымының қағидасы заңмен іске асырылады. Төртінші. Мархабат. Өте дұрыс. Тамаша. Және де соңғысы, банк жүйесінің екінші деңгейінде коммерциялық банктер мен басқа да несиелік ұйымдар тұрады. Оған әрине бірінші. Бірінші және ең соңғы. Ал, тамаша. Рахмет, Бақтылы, орныңа отыра ғой. Капитанның жұмысын өте тамаша орындап шықты. Бақтылыға дуғыл шапалақ. Ал, достарым, айтыңдаршы, бүгінгі сабақтан сендер не ұқтыңдар? Ағай. Бақтылыдан бастайық, капитаннан. Мен бұл сабақтан банктен қолма-қол ақша төлемеу үшін банктен карточка жасап алуға болатынын түсіндім. Керемет, Мирас. Мен ұлттық банкі деген бірінші деңгейлі банк екенін түсіндің, Иә. Керемет. Саяжан. Банкта депозит ашып, онда ақша жинауға болады. Депозит содан саған пайыз жинап отырады сен ақшаны. Яғни ақшаң ұлғаяды, көбейеді. Өте керемет, Ерасыл. Коммерциялық банктерден қарыз алуға болатынын түсіндім. Қарыз, яғни несие сияқты. Дұрыс. Ары қарай, Жұлдызай. Мен банкте сейф ұяшығын ашуға болатынын білдім. Ал сол сейф ұяшықта не сақтауға болады? Құнды заттарды сақтауға болады. Құнды қағаздарды, металдарды, құнды заттарды сақтауға болады. Керемет, достар. Сонымен, достар, Қазақстанда орын алған екі деңгейлік банк жүйесі бізді жақсы жағынан көрсетеді. Өйткені соның арқасында біздің қаржылық жағдайымыз орнықты әрі тиянақты. Достар, қаржы мектебімен бірге қаржылай сауатты болуды үйреніңдер. Мынаны есте сақтап жүріңдер. Есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше сау болыңдар.